Hello kids, welcome to English lesson. In this lesson you will learn about the verb had and the modal verbs could, couldn't. Бүгінгі сабағымызда had етістігі және модальды етістіктер could, couldn't жайында үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақтарды еске түсіреміз. Өзіміз білетіндей негізгі формадағы have етістігі менде бар, немесе иметь обладать, иелік мағынасындағы етістік. Мысалы, менде қалам бар, менде дәптер бар, және тағы да басқа. Have және has етістіктерінің негізгі айырмашылығы неде еді? Еске түсіреміз. Have етістігі қандай есімдіктермен қолданылады, ал has етістігі қандай есімдіктермен қолданылатын еді? Бүгінгі сабағымызда had осы етістіктің екінші, яғни өткен шақ формасы had етістігімен танысамыз. Өзіміз білетіндей present tense осы шақта have етістігі I, you, we, they есімдіктермен қолданылады, ал has етістігі he, she, it есімдіктермен қолданылады. Мағыналары бірдей, бірақ қолданылу есімдіктері әртүрлі. Енді дәл осы етістіктердің сәйкесінше мағынада өткен шақтағы формасы had. I, you, we, they, he, she, it есімдіктермен қатар қолданыла береді. Мысалы, I have 2 pencils өткен шақта I had 2 pencils. Менде 2 қалам болған. Енді болымсыз сөйлем. Осы шақта I don't have немесе she doesn't have. Өткен шақ формасы I didn't have. Менде болмаған. She doesn't have a big school bag. Ода үлкен мектеп сөмкесі жоқ. Немесе өткен шақ формасы қалай болады? She didn't have a big school bag. Ода үлкен мектеп сөмкесі болмаған. Немесе болған жоқ. Яғни өткен шақта кімде ненің бар, немесе ненің жоқ екендігін білдіреді. Болымсыз сөйлем. Сұраулы сөйлем формуласы. Present tense. Do I have? Немесе do they have? Немесе does she have? Енді өткен шақ формасында did they have етістігі алғашқы формаға қайта оралады. Себебі бізде өткен шақтағы did етістігі бар. Did they have a good time at the party? Ойын-сауық кешінде олар уақытты жақсы өткізді ма? Өткен шақтағы іс-әрекет. Did they have? Немесе did I have? Did you have? Did we have? Did he have? Келесі could және couldn't модальды етістіктері өткен шақтағы іс-әрекетке қатысты мүмкіншілікті білдіреді. Яғни, бұл can етістігінің мағынасымен бірдей, бірақ дәл сол етістіктің өткен шақ формалары. Can етістігі қандай мағына білдіретін еді? Еске түсіреміз. Can істей аламын. Мысалы, мен жүзе аламын. I can swim. Және де дәл осы етістік дәл сол мағынада өткен шақта айтатын болса, could немесе болымсыз түрі couldn't етістіктері қолданылады. Мен жүзе алмайтын едім. I couldn't swim. Немесе жүзе алатын едім, бірақ қазір жүзе алмаймын. I could swim. Келесі мысалдар, she could play chess when she was 7. Ол 7 жасында шахмат ойнай алатын еді. I couldn't eat chapati when I was sick. Немесе he could read when he was 5. After could and couldn't, infinitive is used without to. Есте сақтаймыз. Could және couldn't модальды етістіктерінен кейін to қолданбайды. I could make a fruit salad when I was 7. Мен 7 жасымда жемшедек салатын жасай алатын едім. My father couldn't swim when he was a kid. There is a mistake a little bit. She couldn't speak well before she went to school. My sister couldn't sing well until she was 9. So, let's repeat. Қайталап өтеміз. I could use a computer when I was 3. Мен 3 жасымда компьютерді қолдана алатын едім. I could to use деп айтпаймыз. Яғни, to
қолданылмайды. My brother couldn't ride a bike when he was 15. Сөйлемдерге мән береміз. My brother couldn't riding a bike when he was